Бүгін сіздермен сүзбеден жасалған дәмді және оңай жасалатын печенье дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге 350 грамм ұн, 1 жұмыртқа, 60 грамм қант, шым-шым тұз, 100 грамм сары май, 150 грамм қаймақ, 12 грамм қопсытқыш қажет. Ыдысымызға жұмыртқа мен қантымызды салып, араластырамыз. Үстіне сары май, қаймағымызды саламыз. Шым-шым тұз салып, барлығын араластырамыз. Ұнға қопсытқыш саламыз. Енді жақсылап тұрып қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын, бірден жасай беруімізге болады. Біз салмасына сүзбе мен қантты осылай араластырып аламыз. Барлығын бірдей тең бөліктерге бөліп аламыз. Әрбір бөлігін осылай жайып аламыз. Шетіне сүзбемізді салып, тура осы видеодағыдай етіп біріктіріп жасайсыздар.
Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Печеньеларымызды 180 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің печеньеларымыз дайын болды. Өте үгілмейлі, дәмді және жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер.